Оның құдіретін қанша айтсақ та тауыса алмаймыз. Қазақ халқының тілі өте бай тіл. Өлең халық болжамдары, тыйым сөздер, жұмбақ жаңылтпаштар халқымыздың сөз құдіретін, мән мағынасын білдіретін мақалдарды біз күнделікті балабақшада үйренеміз. Балалар, сіз не істеп жатсыңдар? Асық ойнап жатырмыз. Ойындар қалай аталады? Қатапай. Мына асық қалай түсті? Көкек. Шешек. Асық. Осы асықты қайдан алады? Қойдың асықтың жілігінен. Мамызыр сен қой өсір, оны көл өсір деп бекер айтпаған. Төрткілік біздің берекеміз, байлығымыз. Я, түйе малдың үлкені, жылқы малдың өкені, сиыр малдың сүттісі, қой түліктің құттысы. Мен сендерге жұмбақ салсам, еу денесі, сағамын кемесі, ашы шөптеу тамағы, сөге сыдап бағады. О не? Түйе жүйе. Мен сендерге саңбас етпейім. Түйе үйіп қалған ба, бие үйіп қалған ба, түйе үйіп бие үйіп қалған. Мен сендерге мақал айтып беремін. Сиыр сауған шөп емес, сүті шекер етіп бақ. Қыздар, сендер не істеп жатсыңдар? Жүзді сайды отаймыз. Осы жүнді қайдан алады? Қойдың көзем жүнінен бастады. Киже ата-бабамыздан қалған алтын мұра. Кежеге байланысты жаңғырағын биік болсын, кереген кең болсын, босағын беріп болсын деген қанатты сөздер кеңінен қолданылады. Мен сендерге жұмбақ салсам, осқыт күмбез далада бармайды. Суып тауда шыға алмайды. Су қуыс кемсарай күмбеге осыз қазақ садыра түсе алмайды. О не? Түйе туыс. Мен сендерге жаңыл башы айтып беремін. Уықтардың берлығын, уық қапқа салқыным, уық қапқа салғансын, уыздан жабан күнім. Мен сендерге жұмбақ дәрсі бар. Жүздің езі бар, өзінде кезі бар. О не ол? Киіз. Құстардың жақсы болмағы, ағасына рахмет сендерге достар. Әрбір ұлттың қалыптасуында ұлттық құндылықтарын алар орны ерекше. Сондықтан да біз өз салт-дәстүрімізді ұмытпауымыз қажет. Жұмбақ мақал, жаңылтпаш ертегі жыр. Мұның бәрі жанды сөз, ішінде сыр. Елдің сәні сақталар жақсы сөзбен, қай жұрт болсын толассыз осыған қол. Мақал